Сәлем, құрметті көрермендер. Сіздерге уәде еткенімдей, біз бүгін 3 қана ингредиенттен тұратын осындай тамаша чакчагымызды әзірлейтін боламыз. Видеоны толықтай көрмес бұрын лайк басып тіркеліп алыңыздар. Кеттік достар, бізге қажетті заттар ол Nestle компаниясының Nesquik'і және хлопьясы, ирис кәмпитіміз, сонымен қатар пампушка маргарины керек болады. Ең алдымен жасайтын қадамымыз маргарин майымыз бен ирис конфетімізді ыстық отта қыздырып, сұйық бір келкі карамель дайындап аламыз. Карамеліміздің үстіне хлопьямызды салып, және Nesquik'імізді қосып, әбден бір келкі араласқанша ыстық отта араластыратын боламыз. Отты өшірсеңіздер, карамель қатып қалып, чакчагымыздың формасы шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан бәсең отта араластырамыз. Толықтай ерігеннен кейін противенге немесе табаққа осындай пергамент қағазын төсеп, ыстық күйінде жайып, бір келкі биіктікте жайып, нығыздап басып, формаға келтіріп қоямыз. Осылай жарты сағат 40 минут тұруы керек. Чакчагымыз дайын. Басында сәл қаттылау болады, ирисіміз қатқаннан кейін, бірақ дәмі ауыздарыңыздан кетпесе болады. Осылай шайға ұсынсаңыздар болады. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен өзім ғана білетін ең оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын. Мен сіздерді жақсы көремін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.